Бәріне сәлем достар. Менің атым Полли. Және мен Билли Айлишқа қатты ұқсаймын. Достар, бірақ сеніңіздерші, менің Биллиге ұқсағаным өте қауіпті жағдайларға келді. Мені күнде көріп жүрген адамдар мені Билли емес екенімді біледі. Бірақ мені бірінші көрген адамдар менен автограф және де суретке түсуді сұрайды. Мен ең біріншісінде барлығына танымал емес екенімді айтқым келді. Бірақ содан кейін олар тыңдамады, және де мен одан кейін ешкімге түсіндіріп айтып отырғым келмеді. Адамдар маған жайдан жай сенбеді, және де мені Билли деп есептеді. Достар, сеніңіздерші, маған бұндай танымал болған ұнамайды. Мен көшеде жүрген кезде мені барлығы тоқтатып суретке түседі және де менімен сөйлеседі. Мен осы сәтте танымал адамдарға қандай қиын екенін түсіндім. Және де мен сабақтан соң пиццерияға кірдім. Және де басыма капюшон мен очкимді киіп алдым. Себебі маған тамақ ішкенде кедергі келтірмес үшін. Және мен осы сәтте пиццаны жеп отқан кезде үйде мен кошелегімді ұмытып кеткенім туралы есіме түсті. Және менде кішігірім паника басталды. Және осы сәтте менің ойыма бір идея келді. Менің өзім танымалдылығымды пайдалану. Және де мен біріншіде капюшонымды шешкен кезде ешкімді шақыру қажет болған жоқ. Маған официанттың өзі бірден келді. Ол менен автограф сұрады. Мен қуана-қуана өзімнің қолымды қойдым. Және қалған фанаттарыма да қолымды қойып бердім. Және кафенің администраторы да келді. Және ол менен фото сұрады. Себебі оның қызы Биллиді қатты жақсы көреді екен. Мен өзімнің ақшам жоқ екені туралы айтқан кезде ол айтты, ештен кетпейді, бүкіл кафедегі тамақтарды алсаң да болады деді. Және де мен кафеден кейін тоқтап қалған жоқпын. Егер мен Биллиге ұқсасам, неге барлығын қолданбасқа дедім. Және мен магазиндерге кірдім. Және мен магазинге кіргеннен кейін ол жердің сатушылары маған үлкен скидка жасап берді. Және де мен кинотеатрға да кіре алдым, себебі мен Биллиге ұқсаймын. Мен Биллиге ұқсағандықтан барлық заттарды ала алдым. Және менде біраз проблемалар да болды. Биллидің ақымақ фанаттары да бар екен. Оның біреуі менің артымнан жүрді де менің шашымның барлығын қиып алды. Ал біреуі мен саябақта жүрген кезде маған тиісті, және ол менің еңбектерімді жақсы көретінім туралы айтты. Тіпті мен полиция шақыруыма тура келді. Және мен көшеге шыққан кезде Биллиді жақсы көрмейтін фанаттары менің жаңа киіміме помидор ата бастады. Ал біреуі менің фанатым сияқты көрінді де, және менімен селфи жасағысы келген кезде, қасыма жақындаған кезде перцовый баллонды бетіме сеуіп жіберді. Мен осы кезден бастап үйде көп отырдым, және көшеге шықпадым. Және де мен әдеттегідей пиццериядан тегін тамақ ішіп келе жаттым. Және мен пиццериядан шықтым, және дала кеш болды. Мен жүріп бара жатқан кезде бір басқа адамдар мені ұрлап кетті. Мен не болғанын түсінбедім. Және де сәл минуттан кейін менің көзіме осындай шүберек байлап, аузыма тряпка қойып, қолым мен аяғымды байлап қойды. Және мен олардың мені қайда баратқанын білмедім. Және мені бір ескі үйге әкелді. Және алдымда екеуі тұрды. Олар ойлады, ол кәдімгі Билли Айлишті ұстап алды деп. Және мен аузымды шешкеннен кейін мен барлығына түсіндіре бастадым. Мен Билли емес екенімді. Және де олар оған күле бастады. Және олар айтты, мені неше күн бойы қарауылдап жүрді екен. Және мен звезда сияқты жүрген екен. Содан кейін мен ең басынан бастап түсіндіре бастадым. Және де олар түсінбеді. Олар өте көп ақша алғылары келді. Және оларға түсіндіре бастадым. Мен жай ғана Биллиге ұқсайтын қарапайым қыз екенімді. Және менен ештеңе шықпады. Және де камераны менің дәл алдыма қойып қойды. Және де олар Биллидің студиясына жібергісі келді. Және олар $2 миллион қажет етеміз деді. Және ол ақшаларды бергенге дейін менің осы жерде отыратыным туралы айтты.
мені құтқарып ала ала ма екен деп ойладым. Бірақ мен Билли емеспін, кәдімгі қызбын ғой. Менің ата-анамнан басқа ешкім менің Билли емес екенімді біледі. Және бұл видео студияға барғаннан кейін барлығы күледі деп ойладым. Запись түсіріліп болғаннан кейін оның флешкасын алып хатқа студияға салып жіберді. Олар уже пляжға барып демалып жататындары туралы ойланды. Және маған өте қорқынышты болды. Мен олардың кімдер екенін білмеймін. Мен өкіндім, что бұрында мен фанаттарыма фото жасап, қолтаңбалар қойдым. Ал қазір мен өлім мен өмірдің арасында тұрмын. Және де 2 күн өтті. Әлі де хабар болған жоқ. Олардың түрі өте қатты қорқынышты болды. Олар өте жынданды. Олар жаңа запись құрды. Және екіншісі уже пистолетпен шыға бастады. А мен өте қатты қорықтым. Және ол адам өз-өзіне келе алмады. Ал қасындағы досы оны өз-өзіне келтіруге тырысты. Және бұл ақымақ пистолетін бұлай тигізе бастады. Мен өте қатты қорықтым. Себебі мен өліп кетем ба деп қорықтым. Мен жылағым келді. Және мен шыдамай жылап жібердім. Және ол маған тыныш отыр деді. Дәл осы сәтте есікті бұзып кірді. Яғни олар полициялар. Оларды сол жерде байлады, ал мені арқаннан босатты. Және мен полицияға бәрін түсіндіре бастадым. Бірақ мен сөзімді жинақтай алмадым, себебі мен қатты жылап тұрдым. Және де полициялар мені больницаға жіберді. Және де мен больницада жатқан кезде менің қасыма ата-анам келді де мені құшақтады. Олар мен туралы қатты уайымдаған туралы айтты, ал әкем болса жасын әрең ұстап тұрды. Және де менің ата-анам мен үйге келмегеннен кейін бірден полицияға звондаған. Ал полициялар келіп табамыз деген. Бірақ олар менің қайда екенін білмеді. Бірақ олар мен Биллидің студиясы байланысты. Және де олар записті көрген кезде қатты қорықты. Ал екінші запись ол өте қатты қорқыныш жасалған, себебі ол жерде мені пистолетпен қорқытты. Және мені видеоға түсіргеннен кейін ашық терезе қалған. Сол жерден мен қай жерде орналасқаным туралы білді. Және полициялар мені сол жер арқылы тауып алған. Және де мені ұрлап кеткен адамдар бұған дейін қаншама магазинді тонаған екен. Мені больницадан жібергеннен кейін біз Биллидің агентіне келдік. Және де мен барлығын айтып бердім. Бірақ бұның барлығын айтқандай мен өте қатты ұялдым. Және де маған енді қайтып бұлай қайталанбасын деді. Және де әнші мені қолдайды деді. Және де маған 2 билет қосып берді. Және мен осы оқиғаннан кейін мен өзімді Билли қылмадым. Және мен образымның барлығын өзгерттім. Кейде мені онымен шатастырады. Және де бұл оқиға менің өмірімді айналдырды, себебі мен бұл кезде өте қатты қорықтым. Және бұл туралы ойлағым да келмейді. Ал сіз бір танымал адамға ұқсағыңыз келе ме? Ол туралы комментарийге жазып кетіңіз. Және де осы видеоның астына лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар достар.